сабақта біз онлайн пазл сайты арқылы пазл жасап үйренетін боламыз. Ссылкасын телеграм чатқа қоямын. Бірінші кірген кезде бірінші басты бет осылай тұрады. Загрузить изображение батырмасын басасыздар да компьютеріңізден онлайн өзіңіздің суретіңізді жүктеп аласыз. Так, мына суретті жүктейтін боламын мен. Енді осы жерде сізде қараңыз, пазлдың уже пазл болып дайын болып шығады. Онлайн жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болады сізге. Біз мына жерде қанша бөліктен тұрады пазл? 36, 9-дан басталады, 324 бөлікке дейін болады екен. Енді бұл өте қиын болып кететін секілді. Меніңше, сол себепті өзіңізге ыңғайлысын таңдап алсаңыз болады. Жоғарыда начать игру батырмасын басып, уақытқа былай пазлды барлығын жинай аласыз.